Хан көкпар 7000 адам қатысады. Ақыл көкпар 40 адам қатысады. Батыр көкпар 20 адам қатысады. Тақым көкпар, бата көкпар және қатын көкпар, хан көкпар. Ханның пәрменімен болатын елдің деңгейінде берілетін астарда 30 күн ойын 40 күн тойы болатын үлкен тойларда беріледі. Батыр көкпар арада кісі өлгенде шабылатын сертті көкпар. Мұндай көкпар жарияланғанда тартыс болатын жазыққа ағаш ат пен жеңсіз көйлекті күні бұрын алып келіп қояды. Батыр көкпар соңғы рет Кенесары хан қырғыздардың қолынан қаза тапқан соң қазақ пен қырғыз арасын татуластыру үшін жұдырық жазық деген жерде болған. Қырғыздардың шабандоздары алғашқы додадақ 5 азаматынан айырылып, ағайын араздық осымен бітіп, Кенесарының рухына ас беріліп, қазақ пен қырғыз татуласқан. Бұл ежелгі рәсім бойынша ердің құрын шеше алмағанда рұқсат берілген. Тектілердің ұйғарымымен бұл көкпар түріне осы астан кейін қазақ даласына тыйым салынған. Ағаш ат пен жеңсіз көйлек дегені өлсе құны сұраусыз деп, бұл жерде кебін мен табытты алдын ала дайындап қоятынын айтқан. Бата көкпар, талау билер көкпардың тәртібін, салт дәстүрін білетін атбегілердің шешімімен ұйымдастырылады. Қатын көкпар әр тұстан әркім әлі келгенше шабады. Тақым көкпар, атың жүйрік пе, жетіп ал, тақымың күшті ме, тартып ал. Бұл көкпар бәйге берілгенше тоқтамаған. Бес таңба кітабынан алынған.